Армысыздар менің YouTube тыңдармандарым, бүгін сіздерге тіленші деп аталатын жаңа әңгімені баяндап беретін боламын. Каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп қоюды ұмытпаңыздар. Айдарбек күндегі дағдысы бойынша қаланың орталық көшелерінің біріне келгенде автобустан түсіп қалды. Арқасына асып алған қорапты гармоны оң жақ иығына ілген жол қапшығы бар. Екі қолы бос емес. Екі қолы қос қолтығына тіреген балдақтың тұтқасында. Күн көзі биік үйлердің тасасынан енді ғана көтеріліп келеді екен. Ол оң аяғының ұшы жерге тимей, тізесі бүгілген қалпында балдаққа сүйеніп әлі түтін мен газға құмыға қоймаған мамырдың мамық ауасын сіміре жұтып сәл тұрды да кенет тұсаулы атша қарғалақтай жөнелді. Баратын жері аялдамадан алыс еместі. Үйреншікті ізімен шоқаңдап келді де төрт көшенің түйілісіндегі жерасты жолына түсті. Күні бойы жаяу жүргіншілер дамылсыз ағылып жататын жер асты жолында бірнеше дүңгіршек дүкендер бар. Аяқ киімдер жөндейтін етікші, ескі фотоларды жаңғыртып рамаға салып беретін суретші, газет, журнал, кітап тағы басқа ұсақ-түйек сататын жаймалар бар. Айдарбек балдағын тықылдатып тұстарынан өткенде жаңағы көршілері бас изеп, енді біреулері қолдарын бұлғап сәлемдесу ырымын жасады. Бірақ ол ешқайсына аялдаған жоқ. Салқынсыз білініп тұратын ала көлеңке дәліздің бос тұрған бұрышына қарай бет алды. Күнделікті өз орнына келген соң дуалға сүйеніп тұрып, иығындағы жол қапшығы мен гармонын асықпай жерге түсірді. Қапшықтың ішінде бүктемелі орындық бар тұғын. Балдағын қабырғаға сүйеп қойды да сол орындыққа жайғасты. Аз кем аялдап ентігін басты. Алақанын ашып жұмып, балдақ тұтқасында қарысып қалған саусақтарын икемге келтірді. Таңертеңгі мезгілде адам аяғы сирек. Тек бетон төбенің үстінде ерсілі-қарсылы ағылған машиналардың ғана дүбірі естіледі. Ол сол қалпында бірнеше минут қимылсыз отырды да қой жұмысқа кірісейік деді өзіне өзі дем беріп. Жұмысы бәлендей күрделі еместі. Қапшықтан алған әлде бір газетті алдына жайды да шет-шеті мыжырайған ескі қалпағын оның үстіне қойды. Осыдан кейін ғана қасындағы қорапқа қол созған. Шүберегі сетінеп, сыры көше бастаған ескі қораптың ішінде әлі өні түсе қоймаған қоңыр ала гармон бар тұғын. Соны аса бір киелі затты ұстағандай аялай көтеріп тізесіне қондырды. Аспа бауларын иығына іліп, кәнігі саусақтар неше алуан үн шығарған гармон тілдерін бір сыдыртып өтті. Бүгін неден бастаса екен? Айдарбектің репертуарында қазақша, орысша, татарша аралас 100-ден астам әуен бар. Бірақ оларды бір шетінен тарта жөнелмейді. Кәдімгі концертке шыққан адамдай іріктеп, талғап орындайды. Bir жағы өзінің көңіл күйіне де байланысты. Кейде думанды, салтанатты ду-ду саздар шалқыса, енді бірде кілең бір сыңсыған мұңлы әуендер кезек алады. Ол кейінгі кезде қала халқының құрамын ұлтын, жас мөлшерінде ескеретін болған. Мәселен, жұрттың бәріне ортақ Катюшаны құйқылжытқан кезде бірде-бір майдангер бұрылмай кеткен емес. Таяуда өткен 9 мамыр мерекесінде күні бойы осы Катюша бастатқан майдан әуендерін тарттау. Адамдардың пейілі кеңейтін мейрам күндерінде түсім де мол болады. Міне қазір де ми таблосында махаббат вальсі, құстар, Дунай толқындары, Мәскеу түбіндегі кештер, Ғалия Бәну секілді бірнеше жазу жарқ-жұрқ көрініс берген. Бірақ дәл осы сәтте басқыштан түсіп келе жатқан бір топ жастарды көзі шалып қалды да ақ бантикті сызылта жөнелді. Бүгінде қарқыны жаман емес. Ары-бері өткендер мұның қалпағына 5 теңге, 10 теңгеден ақша тастап жатыр. Ішінара 20 теңгеліктер де ұшырасады. Адамдар да әрқилы. Кейбіреу бір міндеттен құтылғысы келгендей садақасын тастай салса, асығыс өте берсе, енді біреулер гармон үніне құлақ түріп біраз байырқалайды. Қасындағы кітап жаймасына киоскілерге үңілген болып асықпай тыңдайтындар да бар. Қайыршыдан сдача сұрау, тағы біреулері қалтасынан ұсақ ақша таппай кесегін беруге қимай сипаланып әуреге түседі. Әрине, Айдарбек ешкімге де кінә тақпайды. Бұл күнде адамдардың асып-тасып тұрмағанын, тіршілік деңгейінде әркелкі екенін түсінеді. Біреу бай, біреу кедей. Қайыршының антиподы қалталы байлар ғой. Бірақ байлар мына жерасты жолына өмір түспейді. Олар әне бетон төбенің үстіндегі асфальт көшеде машинамен зулатып барады.
Айдарбек алғашқы кезде өзінің осы кәсібіне қатты намыстанып бетімен жер басқандай болушы еді. Кейін бұған да еті өліп үйреніп кетті. Мен көргенге көз сатып алақан жайған қайыршы емеспін ғой, өнерін сатып күн көрген тіленшімін ғой деп өзінше бір бәтуа тауып алған. Өнерге ақы төлейтін болған соң сен сахнаға шығып сайрайсың ба, әлде осылай жер асты жолдарында отырасың ба? Бәрібір емес пе? Айырмасы концерт залдарында билет бағасы сәл қымбаттау, ал мұнда су тегін арзан. Тіпті ештеңе төлемей-ақ тыңдауға болады. Филармонияда арнайы жарнамалар жапсырылып, билет арнайы кассада сатылса, мұның кассасы алдында жатқан қалпақ. Ал тыңдаушының сан жағынан бұл кез келген театрды 10 есе орап алуы мүмкін. Бір күн бетін, бір күн сыртын берген тұрлаусыз дүние деген осы. Өз заманында Сеңгіртаудың сиырсы атанған Айдарбек еді. Ендігі отырысы мынау. Мәдениет үйінің меңгерушісі деген әжептәуір мансабы бар тұғын. Қол астында автоклуб, киномеханик, кітапханашы, күзетші деген сияқты бірнеше адам жұмыс істейтін. Ауданда көркемөнерпаздар үйірмесі болды. Олар сенбі сайын бас қосып көпшілікке концерт қойып жататын. Сол кезде Сеңгіртаудың той-думаны Айдарбексіз өткен бе? Қашан көрсең тойдың төрінде гармон құлаштай тартып отырғаны. Қазір ойласаң, соның бәрі көрген түс сияқты. Не ғажап, айналасы 4-5 жылдың ішінде сол серуенді Сеңгіртаудың ту-талақайы шықты ғой. Ең алдымен ауданның белсенділері Айдарбек түсіне бермейтін неше алуан сылтау тауып, ортадағы малды құртты. Мал кеткен соң халықтан хәл кетті. Ұйысып отырған ұжымдар таратылып, қалың ел саудырап бос қалды. Арада тағы бірер жыл өткенде Сеңгіртау өз алдына аудан болудан қалып, көрші ауданның кешіне тіркелген. Сол-ақ мұң екен, кәсіпсіз иесіз қалған жұрт күнкөріс қамымен жан-жаққа бытырай бастады. Ораза, намаз, тоқтықта, мұндайда сенің әнің мен күйің, мәдениет үйің кімге керек? Есігіне қара құлып салынған күй қаңырап бос қала берді. Жұмыссыз қалған Айдарбек алғашқы бірер жылда әркімнің тойын басқарып гармон тартып күн көрген. Бірақ тойда күнде бола бермейді ғой. Бола қалған күнде де қалтасы жұқа, ағайын ақы төлеп жарытпайды. Той дастарханның бір шетінде отырып ішіп жегеніңді ғана ажуал тұтасын. Оның үстіне кейінгі кезде гармонның да қадірі кете бастады ғой. Қазіргі жастар гармоннан гөрі таспаға жазылған жын ойнақ музыкаға селкілдеп билегенді ұнатады. Кейін келе Айдарбекті ешкім іздемейтін болды. Бір тәуірі мұның бұлай ешкімге қажетсіз болып, далада қалған кезін Қайша марқұм көрген жоқ. Әйелі осыдан бірер жыл бұрын қайтыс болған. Семейдің полигонға жақын аудандарында осындай бір мұғаллақ өлім бар. Адамдар ауырмай, сырқамай, сап-сау отырып-ақ қылжың ете қалады. Қайша да сөйтті. Кешкі ас үстінде сөйлесіп отырып құлап кетті. Сонымен Айдарбек бір үйде 13 жасар қызы Айгүл екеуі ғана қалған. Үлкен ұлы Айқын Алматыда оқып жүр. Құдай-ау, соны оқуға түседі деп кім ойлаған? Өткен жылы өз талабымен жұлқынып кетіп еді, емтиханда тәп-тәуір баға алып, теміржол институтына түсіп кетті. Бірақ сол жалғыз ұлдың төбесін көруге де зар болды-ау. Бұрынғыдай емес, жол ақысы удай қымбат. Ары-бері жүре беруді екі жақтың да қалтасы көтермейді. Содан Айдарбек ары ойланып, бері ойланып келді де, менің осы жүрісімнің аты не деген бір күні өз-өзіне сұрақ қойып, жақсы ит өлімтігін көрсетпейді деуші еді. Өлсем де Сеңгіртаудан алысқа барып өлмеймін бе? Тым құрыса Алматыға жетіп екі баламды бір жерден көріп жүрейін де. Осы ойға бекіген Айдарбек қолда қалған жалғыз сиырын сатып азын-аулақ ақша құрастырып алды да былтыр жазда Алматыға тартып отырды. Киім-кешегін бір шамаданға салып, Айгүлін жетектеп, қара гармонын арқалап алған. Өнерім барда жерде қалмаспын. Үлкен қаладан жеңіл-желпі бір жұмыс табылар деген дәмесі де жоқ емес. Бірақ үйдегі ойды, базардағы нарық бұзады дегендей, ол үміті аяқталмады ғой. Осында келген соң Алматыны тәуір-ақ шарлады. Бармаған жері, баспаған есігі қалған жоқ, қақпаған есігі қалған жоқ. Өзі сырттай жақсы білетін өнер ордаларын түгел дерлік аралап шықты. Еш жерде орын жоқ. Сөйтсе бұлардың өзі де штаттарын ықшамдап, қысылып, қымғырылып зорға отырған көрінеді. Қайда барса да сірке су көтермейтін адамдар.
Жігітім дәмең тіпті зор екен деді филармония директоры бар ашуын бұдан алғысы келгендей. Ауылдан келген сен сияқты завклуб түгіл, осындағы атағы бар артистердің өзіне орын таппай отырмыз. Осыдан кейін Айдарбектің арда көңілі су сепкендей басылған. Мәдени мекемелер былай тұрсын, жай қара жұмыстың да реті келер емес. Шеттен келген бұл түгіл, Алматының тепсе темір үзетін, он саусағынан өнер тамған өз азаматтары жұмыс таппай. Айдарбектің бар бітіргені Айгүлді осындағы мектеп-интернатқа орналастырды. Айқын институты жатақханасында. Тәуір оқитындар қатарында азынаулық стипендия алады екен, бірақ онысы күнделікті тамағына да жетпейтін көрінеді. Бірінші бөлімнің соңы. Назарларыңызға рахмет.